Астана қаласы әкімдігінің Міржақып Дулатұлы атындағы номер 60 мектеп гимназия оқушылары жаттығу жасайтын спорт залдың бірі қайта жабдықталудан өтіп, Толағай ұлттық спорт залы деп аталыпты. Спорт зал оқушылар үшін спорттың барлық түрімен жарыстар өткізуге дайын. Спорт залдың ұлттық нақышта безендірілуі, қабырғаға салынған қазақи ұлттық ою-өрнектер спорт залдың ажарын аша түскендей. Қазір аталмыш білім ордасының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі спорт зал жабдықтары мектеп оқушылары үшін алынған дейді. Спорт зал іші жарық, зәулім жасақталған құрал жабдықтары жаңа өз саласы бойынша түрлі бағытта оқушыларға қолайлы әрі көрікті етіп орналастырылыпты. Мына көріп тұрғандарыңыздай Толағай спорт залында тұрмыз. Бұл өткен жылы ашылған жоба. Авторы Темір Сыпатаев болады, ағамыз. Сол кісінің ойластырумен, ұйымдастырумен осындай Толағай жобасын ұлттық ойындарының басын құрастырып, осындай бір жобаны жасап отырмыз қазір. Бұл жобаға найза лақтыру, ләңгі тебу, арқан тартыс, серке көтеру, және де қаппен жүгіру деген 5 түрлі ойын кіреді. Бұл біздің 7-8 кластың балаларына арналған. Көтеретін заттар, жаңағы серкенің салмағы осы 7-8 кластардың күшіне арналған 10 кг, 8 кг-тан құралады. Бұл енді балаларға жаңағы өзінің күшін нығайтуға, ұлттық құндылықты дәріптеуге және өзара бір-бірімен береке, бірлікте тату болуға арнайы жасалған спорт түрі есебінде есептеледі. Көріп тұрғандарыңыздай, Толағай спорт залы алғаш рет Қазақстан бойынша осы біздің Міржақып Дулатұлы атамыздың атындағы мектепте ашылып отыр. Бұл идеяның авторы өзіммін. Суреттерін және басқа да жобаларын өзім ойластырып, осындай спорт залды жасадым. Бізге мектебіміздің директоры Лаура ханым осы үлкен жақтан спонсорларды шақырып, осы залды жөндеуден өткізіп, сосын осындай Толағай спорт залын ашуға мүмкіндік берді. Біздің енді директорымыз осы ұлттық ойындары және басқа спорт түрінен қолдауды қатты білдіреді. Енді мына жерде суреттермен тұр, Толағайдың найза лақтыру, ләңгі тебу, серке көтеру, қап көтеру, жаңа тартыспақ деген ойындардың суреттерін әдейі біз осы залға түсірдік. Толағайдың жаңағы негізгі спорт түрлерін айқындасын деп. Бұл енді балуан шолақ Қажымқан аталарымыздың бұрын бастамасын бастап кеткен ғой, енді біз білетін кезде. Қазір соның жалғасын біздің балаларымыз жалғастырып жатыр. Сол ретінде біз балуан шолақ Қажымқан аталарымыздың суретін осы залдарға түсірдік. Мына жерде асық ойыны бар. Асық ойыны бұл енді Толағай спорт залы тек қана Толағайға емес, басқа да ұлттық спорт түрлеріне арналған. Бұл жерде басқа да сабақтарды жүргізуге болады. Мысалға гимнастика, жаңағы асық ойыны, Толағай, басқа да ұлттық спорттарын осы залда өткізуге болады. Допсыз ойнайтын заттардың бәрін осы спорт залда өткіземіз. Мектеп гимназияның Толағай ұлттық спорт залына кірген бойда тартыспақ, арқан тарту, садақ ату, найза лақтыру, серке көтеру, қап көтеру, асық ойнау, ләңгі тебу секілді спорт түрімен айналысып жатқан оқушыларды байқадық. Бос кілем үстінде жүрген оқушының спорттық формасы бар, қадамы нық, білегі тығыз, дене пішім өзіне жарасып тұр. Біздің балалар спорттық жарысқа дайын. Жарыста спорт түрлері бойынша ережені жатқа біледі, шеберлігі шыңдалған. Спорттық әдіс тәсілді жан-жақты меңгерген дейді бізбен тілдескен маман. Қазір мектебіміздің командасы Қазақстан бойынша үштікке кіреді. Өткен жылы республикалық жарыста болдық. Республикадан 3-ші орын алып келдік. Балаларымыз өте талантты және өте шыдамды, қайсар болып жетіліп келе жатыр. Көріп тұрған суреттеріңіз найза лақтырудан бір көрініс. Бұл найза Толағай ұлттық спортының 5 түрлі спорттың бір түріне жатады. Бұл 5 метр аралықтан нысанаға лақтырылады. Нысанаға лақтыру барысында алдымызда сызықты кеспеуіміз керек, аяқпен баспауымыз керек. Және қауіпсіздікке көңіл бөлуіміз керек. Найзаны лақтыру барысында 10-қа тисе 10 ұпай, 9-қа тисе 9 ұпай, 8-ке тисе 8 ұпай беріледі. Командада 5 адам қатысады, 5 адам 5 рет лақтырады, 1 адам ату мүмкіндігі 1-ақ рет. Көріп тұрғандарыңыз суреттегідей ләңгі тебу ойыны. Бұл Толағай ұлттық спортының тағы бір спорт түріне жатады. Бұл ләңгі тебуде 1 минут уақыт беріледі.
1 минут уақыттың ішінде 3 рет ләң жерге түсіп кетсе, онда ойын тоқтатылады. Оң аяқ және сол аяқтың ішімен тебу керек. Және аяқтың басымен тепкен кезде ол есептелмейді. Только аяқтың ішімен тебіп алуымыз керек. 3 рет тебіледі, 3 рет жерге түскен жағдайда ойын тоқтатылады. Кезекті суретіміз қап көтеру жарысы. Толағай спортының тағы бір түрлі 5 ойынның біреуі. Командада 5 адам болады. Қапты 2 қолмен құшақтауымыз керек. Келесі аяқты алдыға қойып, сызықты баспай дайындалып тұрамыз. Жүгіріп барып келу қашықтығы 60 метр. Барғанда 30 метр, қайтқанда 30 метр. Келген уақытта келесі балаға қолды ашпай жаңағы қапты береміз. Келесі бала құшақтап қабылдап алады, ойын солай жалғасады. Ұпай өздерінің тездіктеріне, жылдамдықтарына қарай есептеледі. Уақытқа қоямыз. Бұл көрінісіміз біздің серке көтеру. Толағай спортының 5 түрлі ойынның біреуі серке көтеру деп аталады. Серке көтеру, серкенің салмағы 10 килограмм немесе 8 килограмм болады. Бұл 7-8 кластарға арналған салмақ. Серкені 1 минут уақытқа көтереміз. Серке жерде жатады. Төреші уақытты басады. Уақытты басқан уақытта біз жерден серкені алып иыққа саламыз. Сосын толықтай отырамыз. Астында өлшемі болады, жастығы. Жамбасымыз жастыққа тию керек. Тимесе ұпай саналмайды. Бала 1 минутта қанша рет жасайды, сол ұпай болып есептелінеді. Келесі толағай спортының бір түрі ересектерге арналған тартыспақ ойыны және балаларға арналған арқан тартыс ойыны болады. Тартыспақ ойыны 2 адам ағаштың 2 жағында жұмыр ағашты тартып жарысады, және жұмыр ағашты кім алып қояды, ұпай сол жағына беріледі. Енді оқушыларға арналған арқан тартыс командада 5 адамнан болады, 2 команда 10 адам арқан тартысады. Ортада төреші тұрады. Төрешінің команда беруімен арқан тартылады. Ұтқан командаға 9 немесе 10 ұпай. Сол жерде қанша команда болады, сол команданың санына қарай ұпай беріледі. Толағай ұлттық спорт федерациясы ұсынған спорт түрлерінде командалық спорт жарыстары да өтіліп тұрады. Команда құрамы 5 немесе 6 спортшыдан құралады екен. Қазіргі таңда толағайлық спортшылар республикалық топта өз орындарын еншілеп үлгеріпті. Ендеше толағайлық спортшыларға толағай табыс тілеп, жеңісті күндерде жолыққанша дейік.